Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызанақтан қысқа дайындық жасаймыз. Көбінде бау-бақшасы бар кісілерде күзге қарай осындай қызанақтар қалып қояды. Сол қызанақтардан біз борщқа, кеспеге немесе пиццаға да қолдануға болатын тәсілді жасап көрсетемін. Ол үшін қайнап тұрған суға қызанақтарымызды астыңғы жағын айқастыра кесіп 5-10 минутқа салып қоясыздар. 5-10 минут тұрғаннан кейін қызанақтарымыздың сыртқы қабығы оңай ашылады. Қабықтарын ашып, блендердің көмегімен сұйық масса жасаймыз. Сұйық массамыз дайын болғаннан кейін осындай формаларға құйып мұздатқышқа қатырасыздар. Пиццаға қолданар алдында 1-2 сағат ерте шығарып қоюға болады. Осымен қызанақтан қыстық дайындығымыз дайын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар.